Басына қандай сынақ келсе де пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның қасында ештеңе болмай қалады екен. 10 жыл бойы сынақта жүрген адам бар ма? Жоқ. Оның сынақтағы күнінен бақытты күні көп дейді. Просто ана сынақ түсіп қалған кезде как будто ана бақыттың бәрі болмаған сияқты да. Жоққа шығарып жібереді. Адам сондай шүкірсіз дейді Құранда Алла Тағала айтады ғой. Залым дейді адамда Алла Тағала айтады. Шүкірсіз сондай. Атқұрлы жоқ дейді Алла Тағала. Дұрыс па? Сондай ғой, адият деген сүреде айтады ғой. Ол адияти добыға, ана таң сәріде жауға екпіндеп кіріп баратын аттарға серт етем дейді Алла Тағала. Тұяқтарынан от шашқан дейді, қарасай. Таң сәріде дейді, ұйқың деген дем болып жатқан кезде ана бейшараға жүр десең кете береді дейді соғысқа. Ішіне кіріп кетеді дейді Алла Тағала аятта айтып жатыр ғой. Кім үшін дейді? Үстіндегі кісінің разылығы үшін дейді, қарасай. Ол Құдайдың разылығы деген түсінбейді ғой. Неге үстіндегі кісінің разылығы үшін?